Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің студенттері су ресурстарын үнемді пайдалануға арналған инновациялық жобаны іске қосты. Олардың автоматтандырылған суғару жүйесі стартапы оқу ордасында өткен салтанатты шара барысында ресми түрде таныстырылды. Бұл жоба Қызпул базасында 2 жылдан бері өткізіліп келе жатқан Demo Day стартап томирис байқауының жемісі. 2024 жылы аталған конкурста бірінші орынды иеленген стартаптың авторлары физика, математика және цифрлық технологиялар институтының 3-ші курс студенттері Динара Болкунбек пен Амина Иманова. Жалпы біздің автоматтандырылған суғару жүйесінің басқа да автоматтандырылған суғару жүйесіне артықшылықтарына кеп тоқталатын болсақ, ең алдымен бізде ақылды суғару басқару жүйесі. Бұл бізді топырақтың нақты нәтижелерін анықтап, қай уақытта, қай кезде суғару керектігі туралы толық мәлімет береді. Екіншіден бізде тамшылатып суғару. Бұл тамшылатып суғару арқылы өсімдіктің тамырына жетіп, нақты біз суғаруды ала аламыз. Үшіншіден біз үйде немесе кез келген жерде отырып біз өзіміздің мобильді қосымшамыз арқылы өсімдіктерді суғаруға мүмкіндік береді. Гүлдерді егіп болғаннан кейін топырақтың бетіне кофенің қабыршықтарын септік. Бұл бізге не үшін керек? Экономика мен эстетиканың бір-біріне ұштасқан тұсы. Кофені қабыршықтары тек қана топырақты тыңайтып қоймай, бізге қош иіс береді. Информатика кафедрасының аға оқытушысы әрі жобаның ғылыми жетекшісі Жұлдыз Базаева бұл жүйенің басты мақсаты тұрақты даму қағидаттары аясында экологиялық және технологиялық тиімді шешім ұсыну екенін атап өтті. Автоматтандырылған құрылғы бірнеше негізді компоненттерден тұрады. Жүйе ауа райы мен топырақ жағдайына қарай дербес жұмыс істейді, ал басқару арнайы әзірленген мобильді қосымша арқылы жүзеге асырылады. Онда өшіріп қосу қолмен және автоматты режимдер қарастырылған. Суғару жүйесімен қатар гүлзарларды көркейту және климаттық жағдайларға бейімделген суару тәртібі де енгізілді. Жобаның тағы бір маңызды жетістігі авторлық құқық куәлігінің алынуы. Біздің құрылғымыздың өзінің жұмыс жасау принципін, яғни ішінде компоненттері жайлы айтып кететін болсақ, ол біріншісі топырақ ылғалдылығы датчигі. Ол топырақтың ылғалдылығын анықтап, бізге кейіннен судың қажеттілігі бар ма, жоқ па екенін, су қажет болса, суғаруға көмектеседі. Ауа ылғалдылығы датчигі сондай принциппен жұмыс жасайды, яғни де олар осы гүлдердің арасында, жердің астында орналасқан, және де осының ішіндегі біздің механикалық бөлігіміз ол су құбырлары болып табылады. Яғни де су осы құбырлар арқылы бізге келеді. Университеттің басқарма төрағасы ректоры Гүлмира Қанай игі бастаманың болашағына сенім білдіріп, оның мемлекеттік деңгейде кеңінен қолданылатынына үміт артты. Сонымен қатар, ол мұндай бастамалар студенттердің практикалық дағдыларын нығайтып, оларды нақты проблемаларды шешуге бағыттайтынын атап өтті.